Қуандық Жарен Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің сарқынды су тазалау станциясында оператор болып еңбек етеді. Мұнда жұмыс істеп жатқанына 10 жылдан асты. Таңғы 9-да смен қабылдап аласың, 9-15 минут қалғанда келді. Көресің, бәрі жұмысты бір айналып. Егер де бір ремонт болатын болса, өзі мотор сыр береді, дауыс өзгереді. Өзі команда жиналады бәрі. Бір адам істемейді, бәріміз істейміз ғой, келеміз ғой. Смендегі емес те келеді, бұны авария жағдайда. Апталап жүретін кез болады. Ол мотордың дыбысынан қандай ақау бар екенін сезеді, өзісін жақсы көреді, құбырлардың жұмысын тексеру үшін тереңге түсіп шығады. Сөзінше, әр адам жұмысы қаншалықты қиын болса да, бар ынта-шынтасымен істей білуі керек. Ауа басқаша болады ғой. Бұдан да тар жерлерде істегенде кислород жетіспей қалады, қиналасың да сол. Қуандық Жарен 7 баланың әкесі. Ол университеттегі еңбек жолын жалғастыра бергісі келеді.